Кеш жарық ағайындар, көрермендер. Бүгін 4 май. Құрылыстың 9 күні бола ма бүгін? 9 күні, иә. Үйдің құрылысы жүріп жатыр жайлап. Бүгін құрылысшылар, өзбек жігіттер тек екеуі келді. Екеуі басқа объектке кеткен. Бүгін 2 адамға жұмыс дұрыс өнбеген, дұрыс жүрмеген жүріс. Растворды өздері істейді, тасты өздері тасиды. Екеуі алған екен, дұрыс көп жұмыс жүрмеген. Мына жағын көтерген, оны ратқа міне. Кеше мына жағы көтерілмеген еді. Так, ескі жақты көтерген. Туалет пен ваннаның терезесі көтерілген. 3-4 тасқа почти. Так, екі терезе. Бұлай биік стена. Мұның үстіне енді угольник салынады. Угольник салынғаннан кейін еще 2 рет қалынады. Сонда биік болатын түрі бар үйдің. Мына веранданың терезесі. Окошко, форточка саламыз бұл жерге. Так, мынау туалеттікі, мынау ванныкі, мынау спальниктікі. Детский, типа детский болады, кішкентай комната. Так. Мен жағын қалаған бүгін. Екеуі болғаннан кейін, басқа жақтарын қаламаған. Так, бұлай 10 метр, менде ұзындығы 10 метр, фундамент 60 сантиметр. Асты 90, 1,5 метр фундаменттің общий несі. Астына 90 сантиметр жібердім. Арматурмен тоқып, как положено. Үстіне арматур тоқып 60 сантиметр құйдық. Осы өзбектер құйды, осы өзбек жігіттер. Өткен жыл фундамент осылар құйды. Стенасында осылар қалап жатыр. Фундамент өткен жыл 8 күнде қалап еді. Мынау енді кладка ауыррақ жұмыс, көпке созылады. Так, міне 12 рет. Енді уже угольник салу керек. Іштегі тас почти бітті. Міне сыртта қалды тастар. Сыртта астында 3 поддон целый. Үсті басталған енді. 3 поддон уже 40-тан болғанда 80-120 тас. Мыналар енді кетеді ол. Ну, бір 2 поддон қалады ау деймін. Лишний. Есепше сат жүреміз да. Интернетке салып. Біреулері керек шығар. Жетпеген себебі. Так, мынау кухняның терезесі. 1,20-да 1,40. Так, мынау залдың терезесі. 1,60-да 1,40. Ширинасы 1,60. Залда бір терезе болғаннан кейін үлкенде болып қойдық терезені. Так, осылай. Мына жақ кешегімен тұр. 12 ретпен тұр. Бұл жақта екеуі болғаннан кейін қаламаған, ар жағын қалаған. Так, мына жағы да солай тұр деймін. Так. Енді ертең ортасын қалайды, алдын қалайды. Сосын угольниктарын қояды. Так. Мына жағда 12 рет. 12 рет кеше қалап қойды бұл жағын. Мына жерде уже угольникқа дайын. Тоже 1,20-да 1,40. Терезелер үлкен. Жарығы жақсы болады, әдемі болады. Мынандай биік үлкен үйлерге кішкентай терезе әдемі болмайды. Кішкентай терезе үлкен болу керек, сонда үйдің әдемілігі жақсы болып тұрады. Жақсы көрінеді үлкен терезе. Мына жағы глухой. Мына жерге типа как навес болады, тапчан ретінде. Общий жабылады өзі проплиспен. Конверт болып. Мына үйдікінде жабылады, конверт болып. Так, мынау криверс веранда. Бұл жерді мына жағын чуть-чуть қалаған. Ортасы солай тұр кешегімен. Тек мына жағын қалаған сосын. Мынау кейінен енді орталары стяж құйылғаннан кейін бөлінеді дағы.
зал мен спальныйдың ортасы бөліну керек стяж құйғаннан кейін. Андай осы керамзиттің ондық тасы болады, мынандай узкий жіңішке 10 сантиметрлік. Сондай таспен бөлінеді мына жер 3 метрден. Мына жағы да сондай таспен бөлінеді. Туалет ваннада сондай таспен бөлінеміз, 10 сантиметр керамзит тастың. Так, мынау 30 сантиметр. Мынаның мынандай екі тесігі бары 20 сантиметр, мынандай бір тесігі бары 10 сантиметр. Үш түрі бар ғой тастың, керамзиттің. Соның жіңішке түрін аламыз. Ана жерде септиктің тұрғасын шығарып қойдық қазып. Септик деп бұны канализацияның. Осыдан былай қарай туалетке тартылады. Ана жерден смыв, ана жерде умывальник. Мойка болады. Так что бүгінгі жұмысы бұлай кешегідей өндіріп қаламаған. Кеше жақсы қалап еді. Жұмыстары 4 адам болғаннан кейін бүгін осындай жұмыс істеген, мына жағын түк қалаған. Так, алла болса ертең келсе, мына ортаны мына жағын көтеретін шығар 12 ратқа дейін. Осы мына жерін 12 ратқа толтырады. Сосын мына веранданы 12 ратқа толтырады. 12 ратқа. Содан кейін уже угольник салынып, перемешкі. Уже 2 рат қалады. Алла қосса. Әлі 2-3 күн емес, әлі созылама деймін. Тағы бір объект алған, соны істеп жатыр 2 жігіт. 2 жігіт мында жүр. Бүгінгі жұмыстары осы. Так, материал есіне сай бірден керек екен. Дальнейшем.